Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Арнама қош келдіңіздер. Біз бүгін міне осындай бургер жасайтын боламыз. Арнама жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Түрлі рецепттермен бөлісетін болам. Жіберіп алмаңыздар. Алдымен булочкасын жасаймыз. Ол үшін бізге керегі сүт, сүтімізге дрожж, қант және 1 қасық ұн салып, жақсылап араластырып, бетін жауып, 5-10 минутқа көтерілгенше қойып қоямыз. Енді үстіне сұйық майымызды құйып, тұз және ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды илеп, бетін жауып, тағы да көтерілгенше 20-30 минутқа қоямыз. Міне қамырымыз көтерілді, енді осындай домалақ пішінде булочка жасап, тапаға салып, тағы да бетін жауып, 20-30 минутқа тағы бір көтерілгенше қоямыз. Енді міне көтерілген қамырымыздың үстіне жұмыртқаны жағып, кунжутымызды сеуіп, духовкада пісіріп аламыз. Ал енді котлетін пісіруге кірісеміз. Бұл жерде менде тауық етінен жасадым. Өздеріңіз қалауыңыз бойынша сиыр етінен жасасаңыз да болады. Піскен котлетіміздің үстіне осындай плавленый сырымызды салып, шамалы ертіп аламыз. Міне, булочкамыз пісті, өте жұмсақ болып шықты. Енді видеодағыдай ортасынан кесіп, қызып тұрған тапамызға, майсыз тапамызға осылай ішкі жағын бір қыздырып аламыз. Ары қарай міне майонезімізді салып, кетчупымызды салып, бургерімізді жинай бастаймыз. Міне бургеріміз дайын болды. Арнама жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Үлкен рахмет, сау болыңыздар.